Қайта оралды қазағымның бүгін дәстүрлері көптен күткен халқымыздың асыл арманы еді берекелі қазақ жері ел мерекелі дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бұл ежелгі. Қандастың жолы бұл атамекенге оралып, өз саласында еңбек етіп, қоғамға пайдасын тигізіп жүрген қандастар туралы жоба. Бүгін біз ас арқылы адамдардың жүрегіне жол тапқан кәсіпкерлер Әділбек пен Қаділет мырзалармен танысамыз. Олар тарихи отанына оралып, бірге кәсіп ашып, асхана мәдениетін дамытуда еңбек етіп жүрген қандастар. Ендеше сұхбатқа көшейік. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Енді біріншіден өзіңізді таныстырып өтсеңіз, Әділбек мырза, Қаділет мырза. Мен Қытай Халық Республикасының Шинжаң Уйғыр автономиялы районы Үрімжі қаласы Мидың районынан Үшбұзу деген қыстағынан келген. Өткен жылы атым Нәсірбай Әділ. Қаділет мырза ше? Мен де ұқсас, осы Шинжаң өлкесі Мидың районы Жоңғылды деген қыстағынан келген. Атым Мұқатайұлы Қаділет болады. Осы жерге отбасымен бірге келгенбіз. Енді қазір бізбен бірге жан жолдастарымыз отыр. Таныстырсаңыз бізді де. Болады. Мына кісі менің жолдасым Роза болады. Енді ана кісі аты Нұргүл, мына Әділдің жолдасы болады. Таныштыңыз. Енді сіз екеуіңіз дос болып көшіп келдіңіз. Дұрыс па? Иә. Көшудің шешімі қалай қабылдадыңыз? Не себеп болды? Отандастар осы қоғамының осы ұйымдастырған осы балалардың жазғы лагеріне балалар ұйымдастырған, сонымен балалар келіп қатынасқаннан кейін осы жердегі осы лагерде негізінен дүние жүзіндегі әрқайсысы да келген қазақтармен балалармен достасып, сонымен ақырындап бір-бірімен 15 күнде болды. 15 күн барысында балалар бір-бірімен сондай жақсы шығысып кетті. Сонымен ақырындап осы балалардың да осы Қазақстан еліне деген сүйіспеншілігі ақырындап туындап, сонымен балалардың өздері де ерікті түрде біз келсек деп, осы жақтан оқысақ деп, осы жақтан оқысақ біздің осы дүние жүзіне бет алуына болады екен деген жақсы ұсыныстарын айтты. Сонымен барып біз осы қазақ еліне келіп жатқан жайымыз бар. Қазақстанға көшкен кезде бейімделуіңіз қалай өтті? Қандай мүмкін қызықтар болған шығар? Қазақ еліне келуге бірінші мен бір жыл бұрын өзім саяхаттап келдім. Саяхатпен келіп, Алматыға бардық. Алматыда біраз күн жүрдік. Одан Астанаға келдік. Астанаға келгеннен кейін Астана қаласы өте мәдениетті, дамыған, таза, сондай қала екен. Келгеннен бірден осы қаланы жақсы көріп қалдық. Сонымен бір айлық саяхатымыз аяқтағаннан кейін елге бардық. Осы жерге елге қайтқаннан кейін осы жаңағы Әділ мырза айтқан сияқты былтыр осы отандастар қоғамының лагерь, баладар лагерь, әр мемлекетте қазақ баладар. Сол баладарымыз бердік, ол баладарда келіп, көріп, осы жерде жақсы екен деп. Бір жағынан олар да жақсы көрді, баладардың болашағы деп те ойладық. Сонымен барғаннан кейін қарада бол, енді осылай келейік. Осы елге келейік, осы жерден кәсіп ашайық, осы жерден дамиық, осы жерден балаларға бір жақсы болашақ жаратайық деген мақсатпенен осылай көшуге бел байлап. Содан Әділге мырзаға айттым, мен осындай солай барсақ деп, соны бұл істе мақұлдап қосылып, сол бойынша осылай келіп алған жайымыз бар. Енді қазір біз осындай тамаша дастарханда отырмыз. Негізі бұл сіздің жеке кәсібіңіз, Дом деп аталатын кафеңіз, бар. Осы кафе туралы айтып берсеңіз. Ең алғашында бір-екі рет барып келіп кетті ғой. Соның артынан біз де сол енді келмей осылардың айтуы бойынша сендерге жаққан жер бізге де жағады. Осы жерге келгеніміз, келіп осы бір кафені алып, осыдан жүргізіп жатқан жайымыз бар. Енді әзірге мына шығып тұрған тағамдардың барлық қазақтың өзінің ұлттық тағамдары негізінен. Ол айтады.
Мысалы, мына жерде сіздерге арналған табақ, белдеме, мынау қазы дейміз, қарын, мынасы нарын. Бұл ата қазағымыздың дәстүрлі салты бойынша келген қонақтарға әр жіліктер бойынша тартылады. Сыйлы қонақтарға. Енді біздің осы кафеде осындай тағамдар бірақ шығады. Мысалы, мына өзіміздің қызыл ірімшік, мынау құрт, мынау тәтті қосылған ірімшік дейміз, мынау сармай, мына өзіміздің әжелеріміз кішкене кезде қойдың құйрық майына қуырып беретін бидай ғой. Осын жеп өскен жігіттеріміз ғой біз. Бұдан өзіміздің апаларымыз жақсы көретін тары, қатық, әлде қаймақ бар деген сияқты. Өзіміздің бауырсақ, қазақи бауырсақтарымыз. Мына бөрттірген тары дейміз. Бұға сүт, қаймақ араластырған өте дәмді болады. Еттің өзінің тарту дәстүрі болады, салты болады. Сол кезде осы дүниелердің бәрі, осы кафемізде осы тағамдардың бәрі шығады. Сонымен бір жағынан өзіміз ұлттық өнімдерімізді дамытамыз, бір жағынан өзіміздің осындай кафемізде осындай тағамдар шығады, өте жақсы. Біздің Шинжаң Уйғыр районында 56 баршылық табылады. Соның ішінде қазақ, ұйғыр, қойзу, татар, қырғыз соның барлығы. Біздің қытайский тамақ дегенде ол ана Қытай жолдастардың шығарып жатқан тамақ емес, өзіміздің сол жердегі мұсылман ұлттардың шығарып жатқан тамақтар. Мәселе лақанжи дейді, ана малдың қарынынан қуырылған тағамдар, ләңмән дейді, сомиян дейді. Осының бәрі негізінен шығады барлығы. Көшіп келгісі келетін қандастарға, біздің этникалық қазақтарға қандай кеңес берер едіңіз? Келіңіздер, көріңіздер. Бұл жақта қазақ елінің барлық саясаттары, тиімділік саясаттары барлығы жақсы. Келгеннен кейін барлық жұмыстарыңызды осы қазақ еліндегі мықты жақсы азаматтар, азаматшылар бар. Ол көрсетеді. Қазақ айтады ғой, қай жерге барсаң да қазағыңның құлағы төртте. Бірақ сол жерге еңбектенсеңіз, ізденсеңіз барлық нәрсе болады деп сенемін. Қай жерге барса, қай жерде жүрейік. Екі қолға бір жұмыс істейік. Тек еңбектенген адамға әр жерден аяғынан тік тұрып кетуге болады деп ойлаймын. Енді бізде Әділ екеуміз осы кафені аштық. Бәрі де жақсы болып жатыр. Қазірдің өзінде біз 11 отбасын жұмыспен қамдап отырмыз. Осы Дом кафемізде 11 отбасы жұмыспен істеп отыр. Күнде айлықтарын беріп, осы 11 семья осы Дом кафесінің арқасында тұрмыстар жақсы болып жатыр. Жақсы, сіздерге рахмет. Сіздің кәсібіңіз өркендей берсін. Алдағы уақытта енді азаматтық алуыңызға тілектеспін. Қонақтарыңыз көп болсын. Рахмет. Бүгінгі кейіпкерлеріміз кәсіпкерлік пен асхана мәдениетін ұштастырып, қоғамға өзіндік үлесін қосуда. Қандастың жолы жобасы атамекенге сүйіспеншілікпен қызмет еткен қандастардың тағылымды өмірімен бөлісіп отырады. Бізбен бірге болыңыздар.